Ауыздан шыққан әрбір сөз дұға, сөздің құдіреті. Сіз бір сәт ойланып көрдіңіз бе? Аузыңыздан шыққан әрбір сөз жай дыбыс па, әлде тағдырыңызға әсер ететін күш пе? Біз күнде сөйлейміз, кейде байқамай, кейде ойланбай, кейде ашумен. Ал сол сөздердің әрқайсысы сіздің өміріңізге із қалдырып жатқанын білесіз бе? Арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгін біз сөздің құдіреті, ауыздан шыққан әрбір сөздің дұғаға айналуы туралы сөйлесеміз. Сөз – энергия. Ғылым дәлелдеген бір шындық бар. Сөз – энергия. Адам миы естіген сөзді жай қабылдамайды, оны бұйрық ретінде қабылдайды. Мен шаршадым десеңіз, ми шаршайды. Қолымнан келмейді десеңіз, ми тоқтайды. Ауырып тұрмын десеңіз, дене соған бейімделеді. Ғалымдар дәлелдеген, адам өз-өзіне айтқан сөз сырттан айтылатын сөзден әлде қайда күшті әсер етеді. Себебі ми, бұл менің өз даусым, демек бұл шындық деп қабылдайды. Әр сөз дұға. Исламда өте терең мағына бар. Жақсы сөз садақа. Алла әр сөзді естуші. Көп адам дұғаны тек қол жайғанда ғана жасаймын деп ойлайды. Ал шын мәнінде мен бақытсызбын деу, бұл да дұға. Маған ешқашан болмайды деу, бұл да дұға. Менің өмірім қиын деу, бұл да дұға. Алла тағала пенденің тіліне емес, ниетіне қарай береді. Ал ниет көбінесе сөзбен шығады. Сондықтан кей адамдар мен дұға етпеймін дейді, бірақ күні бойы өз-өзіне қарсы дұға жасап жүреді. Абайсыз сөз өзіңе қарсы қару. Кейде біз өлдім ғой, жынды қылды, біттім, құрыдым деп күле саламыз. Бірақ ми күлкіні ажыратпайды, ол тек мағынаны қабылдайды. Сөз тұқым сияқты. Бүгін айттың, ертең ой болады. Арғы күні әдет, соңында тағдыр болады. Сол үшін дінде тіл жүректің айнасы деп бекер айтылмаған. Сөзді қалай дұғаға айналдырамыз? Міне 5 қарапайым ереже. Болмайды дегенді Алланың қалауымен болады деп ауыстыру. Ауырып жүрмін деудің орнына сауығу үстіндемін де. Балаларға ешқашан сен ақмақсың деме, ол балаға тағдыр болып жазылады. Күн сайын кем дегенде бір рет Аллаға шүкір деп айт. Бұл ең күшті дұға. Жастайынан кеткен Денис Тенге спортта қай жасқа дейін жүресің деп сұрағанда 25 жасқа дейін деп жауап берген. Ол 25-ке жетпей қаза тапты. Мадина Ералиева қазақтың белгілі әншісі, халықтың орындаушысы, күміс көмей әншісі, өмірінің соңғы жылдары көп айтылған әрі махаббатқа толы әндерінің бірі «Қош енді қош бол, күрең күз» болды. Ол 46 жасында күз айында қаза болды. Есіңізде сақтаңыз, ауыздан шыққан әрбір сөз дұға. Сөз тағдырдың кілті. Тіліңіз болашағыңыздың аудармашысы. Бүгіннен бастап сөзіңізді дұғаға айналдырыңыз. Өзіңізге де, өзгеге де жақсылық тілеп сөйлеңіз. Себебі айтылған сөз қайтып келмейді, бірақ тағдыр болып оралады. Егер пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазыл, жақын адамыңызға бөлісіңіз.